Сәлем достар, бүгін сіздерге дүкеннің рогарикінен кем түспейтін осындай песочный рогарикидің тестасымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын елейтін боламыз. Ол үшін ұнымызды тек жарты бөлігін бірінші қосып аламыз да, сары майымызды күштен өткіземіз. Одан кейін үстіне қалған жартысын қосып, ұн мен майымызды әбден біріккенше дәл осы видеодағыдай қолмен үгітіп шығамыз. Ұнымыз бен майымыз бірігіп, осылай шашылып тұруы керек. Енді екі жұмыртқаның тек сарысын ғана қосамыз, ағын алып қаламыз. Аздаған тұз және де қаймақ қосамыз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес. Мен бұл жерде 20%-ық қаймақты қолдандым. Қамырымызды осылай илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады. Бұны салқын жерге біз бетін жауып қойып қоюымыз керек. Оған дейін начинкасын дайындауға кірісеміз. Бізге грецкий жаңғақ керек, қант және жаңағы жұмыртқаның ақуызы керек. Мен жаңғағымды қолмен майдалап турап алдым. Оның үстіне қантымды қостым и жұмыртқаның ақуызын қосып араластырдым. Бізде осындай начинка пайда болды. Салқындаған қамырымызды енді 3 бөлікке бөліп аламыз. Осылай дөңгелек етіп жаямыз да, барлығын видеода көрсетілгендей 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Ішіне дайын болған начинкамызды саламыз. Одан кейін орауға кірісеміз. Ораған кезде айта кететін жағдай, екі жағынан міндетті түрде қайыру керек. Өйткені піскен кезде қантымыз еріп, сыртына шығып кетеді. Тағы да көрсетейін сіздерге, екі жағын қайырамыз да ораймыз. Егер де дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, осы қамырдан начинка артылмайды, немесе жетпей қалу деген болмайды. Дәл мен дәл келетін болады. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Жұмыртқа жағу міндетті емес, негізінде жұмыртқа жақпай қойсаңыздар да болады. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне біздің рогарикіміз уже дайын болды. Сондай песочный болып шықты, үгітіліп тұрады. Ішіндегі начинкасы жаңғақпен міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады.